Ақпараттық кеңістік жылдам дамып, қазіргі таңда 21 ғасырда интернет кеңістігінде түрлі діни мәтіндегі ақпараттардың таралуына байланысты қазіргі таңда жастардың бойында және халықтың бойында діни иммунитетті қалыптастыру өте маңызды фактор болып табылады. Біздің Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет болып табылатындықтан, теріс діни идеологияны насихаттайтын топтардың көпшілігі осы зайырлық құрылымдарға қарсы шығуға талпынады. Яғни халықты немесе жастарды, жалпы тұрғындарды осы билік құрылымдарына қарсы шығуға, мемлекеттік заңдарды мойындамауға, мемлекеттік мерекелер мен діни рәміздерге, тарихқа қарсы шығуға көбінесе үгіттейді. Осындай діни арбауға алып келетін, яғни діни арбауға түсетін адамдардың көпшілігі бұл ұлттық құндылықтарымызды шала білетін, тарих пен салт дәстүрлерімізді жетік меңгермеген адамдар болып табылады. Яғни осы тұста ең әлсіз болып көрінген адамдарға осындай салт дәстүрлерді өздерінің түсінігінде бұрмалап, немесе тарихымызды жоққа шығару арқылы әсер етуге тырысады. Дін бұл манипуляция жасауға арналған ең басты құрал болып табылады. Себебі дінді адам эмоциялық тұрғыдан қабылдайды. Яғни дін адамның санасына тікелей әсер еткен кезде манипуляцияға түскен адам өзінің қалай арбалып алданғандығын білмей қалады. Сол себепті қазіргі бізде ең басты мәселе бұл тек діни мәліметтер, діни білімді ғана емес, сонымен қатар зайырлы білімдерді де дамыту. Яғни дінге тек діни таным немесе діни құлшылық ретінде қарау емес, дінмен қоса зайырлы білімдерді де меңгеру. Философия, психология, тарих, салт дәстүрлер, ұлттық құндылықтарымызды да жан-жақты меңгеріп шығу болып табылады. Яғни осылардың барлығын жетік меңгерген кезде ғана адамның санасы жан-жақтан келетін діни шабуылдарға қарсы төтеп береді.